Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Әңгіме Калуга.ру сайтынан алып аударылды. Ұлымның алғашқы тойының несиесін енді жаптық. Енді ол екінші рет үйленгелі жатыр. Күйеуім екеуміз ұлымыздың үйлену тойына алған несиенің соңғы төлемін төлеп, ай сайынғы төлем деген ауыр жүктен әрең құтылған едік. 5 жыл бойы біз сол несиені жауап келдік. Тұрмыста бәрінен үнемдедік. Мен қосымша жұмыс жасадым, күйеуім гараждағы жөндеу жұмыстарын кейінге қалдырды. Мұның бәрі өмірінде бір рет болатын той үшін. Яғни ұлымның айтуы бойынша өмірде бір-ақ рет болатын қуаныш деп бізді той жасауға, кредит алуға көндірген еді. Тойды бүкіл сән салтанатымен жасадық. Банкет, фотограф, лимузин, тіпті кептер де жалдадық. Енді сол кептерлер тек қорқынышты түстерімізге кіреді. Ұлым мен келінім 1 жылдан астам уақыт тұрды. Кейін ұрса бастады. Айырылысып, қайта қосылып, тағы айырылысты. Соңында мүлде ажырасып кетті. Мінезіміз сәйкес келмеді деп. Шынымды айтсам, басынан-ақ олардың бір-біріне сай келетініне күмәнданған едім, бірақ үндемедім. Өзі таңдаған соң өзі өмір сүрсін деп ойладым. Бірақ той шығындарын біз өтедік. Енді сол салдардың ауыртпалығын тартып жатырмыз. Жоқ, тағы бір несие емес әрине. Жай ғана жүйкеміз кетіп жатыр. Себебі 1 апта бұрын ұлым сондай жарқырап марапат алғандай қуанып келіп, «Мама, мен үйленгелі жатырмын» деді. Мен қасықты қолымнан түсіріп алдым. Таңғалғанымнан емес, ішімде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. «Кіммен?» дедім. «Әселмен. Біз біраздан бері кездесіп жүрміз. Тек әйеліммен әлі ажыраспаған соң жасырып келдім. Мен бас изедім. Бірақ ішім түйіліп кетті. Мен сөз таба алмай тұрғанымда ұлым өзіне шай құйып, олар қарайтын мейрамхана туралы айтып, Әселдің құрбысы той жүргізушісі болып қосымша жұмыс істейтінін де бөлісіп үлгерді. «Ұлым», дедім сөзін бөліп, «сен шынымен айтып тұрсың ба? Не болды? Алғашқы тойыңды кім төлегенін есіңде ме?» «Иә, сендер әкем екеуің. Ол кезде мен жаңа ғана универ бітірген едім ғой. Ал қазір сенің жасың 30-ға таяп қалды. Жұмыс істейсің, өз өмірің бар. Айтшы, біз әкең екеуміз сол той үшін жақында ғана несиені жапқанымызды түсініп тұрсың ба?» Ұлым көзін кесесіне қадап, аздап ас ішуді жалғастырды. «Біз Түркияға немесе Мальдивқа барып тойламаймыз ғой? Не болып қалды сонша? Жай ғана аздап қосыңдар, болды». Мен орнымнан тұрып раковинаға бардым. Қолым бірдеңемен айналыспаса, өзімді ұстай алмай қалатын едім. «Түсінемін», дедім ыдыстарды сөреге қойып жатып. «Той жасағың келетін түсінемін. Бірақ біз, әкең екеуміз, ақша басатын машина емеспіз. Әйеліңді ауыстырғың келді деп, тағы да қарызға батуға міндетті емеспіз. Бір рет сенің бақытың үшін төледік, жетеді». «Мам, сен мені әдейі ажырастың деп айтып тұрғандайсың. Мен ол туралы емес. Мен саған түсіндіруге тырысып отырмын. Сен ересек адамсың. Той жасағың келе ме? Өзің жаса. Біз шаршадық. Біз тыныш өмір сүргіміз келеді. Біз қарызсыз өмір сүргіміз келеді». Ұлым ұстап отырған кесесін қойды да, «Жарайды, осыған да рахмет». Сосын кетіп қалды. Айқайсыз, есік қақпай, жай ғана кетті. Тек өзі әкелген эклерлер ғана үстелде сол күйі қалды. Мен оларға қолда тигізбедім, жегім келмеді. Олар маған бір символ сияқты көрінді. Сырты тәтті, дәмі ащы. Кешке күйеумен сөйлестік. Ол жұмсағырақ, ұрыспай түсіндіріп айтуға болатын еді ғой, деп маған жекірді. «Баламыз бөтен емес қой. Аздап болса да тіпті жартысын беруге болатын еді» деді. Бірақ мен ашуланып өз дегенімнен қайтпадым. Біз онсыз да тым көп бердік. Шынымды айтсам, сол кезде тойды өздерің төлеңдер деп табандап тұрып алғанда, бәлкім үлкен үйлену тойы да болмас еді. Ал біз бәрін әдемі қылдық. Фотограф, тамада, бишілер, ресторан барлығында жалдадық. Әселді бірнеше рет қана көрдім. Жақсы қыз, бірақ мен бұл іске араласқым келмейді. Не істесе де өздері білсін. Үйленеміз десе мархабат, бірақ бізсіз. Біз өз тойымызды тойладық. Ең бастысы, келесі жолға тағы бірдеңе болмай қалса, бізге жүгіріп келмесе болғаны. Алдымен жақсылап ойлансын, сосын барып қонақ шақырып торт алсын.
Ал біз күйеуіммен жазғы демалысқа ақша жинап, жай ғана тыныш демалғымыз келеді. Мен барлық жауапкершілікті бала өз мойнына алу керек деп ойлаймын. Жас бала емес, 30-ға таяп қалған бала. Алайда ұлым бізге арқа сүйеп алған. Сіздер бұл жағдай туралы не ойлайсыздар? Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар арнамызға да жазылыңыздар.